Бірде Фатима анамыз асқа деген тәбеті болмай көңілсіз отырғанда жанына Хазірет Али келіп: «Ей Фатима, не болды? Не жегің келеді? Қандай тәтті жейсің?» деп сұрайды. Сонда Фатима анамыз: «Менің анар жегім келіп тұр» дейді. Хазірет Али қалтасында ақшасы болмаса да сыртқа шығып қарызға ақша алып базардан бір дана анар алып келе жатқанда жолдан науқастанып отырған бір қарияны көреді. Жанына барып: «Не қалайсыз?» деп сұрайды. Сонда әлгі қария: «Ей Али, 5 күн болды осында отырғаныма. Маған ешкім көмектескісі келмейді. Қарным өте ашты. Ал дәл қазір анар жегім келіп тұр» дейді. Сонда Хазірет Али ойланып қалады. Себебі қолындағы анарды қарияға берсе, Фатима анамыз анарсыз қалады. Ал егер бермесе, Аллах тағаланың тілеушіні зекіме және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сұраушының қолын бос қайтарма деген сөзіне қарсы шыққан боламын деп қолындағы анарын қарияға береді. Хазірет Али Фатима анамыздан ұялып үйіне келеді. Фатима анамыз Алиді көрген кезде орнынан тұрып қарсы алады. Али анар жайлы оқиғаны Фатима анамызға айтып береді. Сонда Фатима анамыз: «Сен уайымдама, Аллаға ант етемін, сен сол қарияға анарды берген кезде анарға деген тәбетім басылды» дейді. Хазірет Али осы сөзді естіген соң көңілі жайланады. Көп уақыт өтпестен есік қағылады. Хазірет Али есік қағып тұрғанның кім екенін сұрағанда Салман Фариси екенін айтады. Есікті ашып ішке кіргізеді. Оның қолында беті орамалмен жабылған табақ бар еді. Ол табақты Алидің алдына қояды. Хазірет Али: «Мұны кім жіберді?» деп сұрайды. Сонда Салман: «Мұны Аллах тағала пайғамбарына, ал пайғамбар оны саған жіберді» дейді. Али табақтың бетін ашып қарағанда 9 анарды көреді. Сонда Али: «Ей Салман, бұл әкелгені маған болса 10 болар еді. Өйткені Аллах тағала бір жақсылық істеген адам 10 есе сауапқа ие болады» деген еді. Сонда Салман күлімсіреп жасырып қойған бір анарды шығарып береді. «Ей Али, Аллаға ант етемін, анар саны 10 болған. Мен сені сынау үшін бір анарды жасырып қойған едім» дейді.